Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тойымды әрі өте дәмді болатын сүзбелі бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл пирогты біз қанша жылдан бері жасап келе жатырмыз, және де біздің отбасымызбен қатты ұнататын пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ұнымызды еліктен өткізіп осылай дайындап аламыз. Одан кейін осылай сары майымызды ұнға шамалы малып алып, кейін үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізген кезде осылай жабыс қалмас үшін арасында ұнға малып отырыңыздар. Және де сары май міндетті түрде мұздатқыштан шыққан болуы керек. Себебі қатты болып қатып тұрған майыңыз үккіштен өте жақсы өтетін болады, және де еріп, езіліп кетпейтін болады. Осылай барлығын өткізіп алғаннан кейін қолмен осылай майдалап, құм сияқты қылып үгітіп алатын боламыз. Одан кейін үстіне шекерімізді саламыз. Үстінен қопсытқышымызды және де шым-шым тұз салатын боламыз. Жақсылап құм песок сияқты, яғни песочный тесто деп айтады, сондай құм сияқты болғанша жақсылап үгітіп, майдалап үгітіп алатын боламыз. Осылай ақырын ғана қолыңызды қатты мұжбай, жеңілетіп үгітіп аласыздар. Әзірге қамырымызды қойып қоямыз. Енді ортасындағы салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына осылай жұмыртқамызды жарып, үстіне шекерімізді тастап, жақсылап араластырғыштың көмегімен, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Үстіне творогымызды саламыз, яғни сүзбемізді салып, үстінен қаймағымызды саламыз. Барлығын блендердің көмегімен араластырып аламыз. Негізінде осылай блендердің көмегімен араластырғанымыз жақсы, біркелкі әдемі болып шығатын болады. Егер блендер жоқ болса, онда шаңышқының көмегімен де араластыруға болады. Салмамыз дайын. Енді қамырымыздан кішкене ғана бөлігін бетіне салғанға алып қалатын боламыз. Астында көп, үстіне аз қалдыратын боламыз. Енді противніңізді осылай майлап алсаңыз болады. Кейбір противендерге жабыспауы да мүмкін. Менің противенім жабыстырып алатын болғандықтан осылай сары майды жағып шықтым. Егер пергамент қағаз болса, тек қана пергамент қағазының үстіне бір дестен сала берсеңіздер болады. Енді осылай астына қамырларымызды салып аламыз. Мен осындай стаканның көмегімен бір тегістеп шықтым. Қаламызша жай ғана қолмен бір тегістесеңіздер болады. Енді салмасын саламыз. Салмасында осылай ақырын ғана тегістеп шығатын боламыз. Салмасын тегістеген кезде мұқият болыңыздар. Астында салған құм сияқты қамырыңыз көтеріліп кетпеуі керек. Осылай ақырын ғана бетін тегістеп шығыңыздар. Бір жаны үлкен, бір жаны кіші болып қалмасын. Бір тегістеп шығуға тырысыңыздар. Енді үстіне қалған қамырымызды сеуіп шығамыз. Байқап тұрғандарыңыздай үстіне аз ғана себілетін болады. Көп қамыры астына кететін болады. Бетін ақырын ғана баспай, бір тегістеп алуға тырысыңыздар. Енді 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Ағаш таяқшаның көмегімен піскендігін тексерсеңіз болады. Егер таяқшаңыз құрғақ болса, онда сіздің бәлішіңіз пісті деген сөз. Біздің бәлішіміз осылай пісіп шықты. Міндетті түрде бірден кесіп тастамаңыздар. Міндетті түрде суығанын күтіңіздер. Осылай шамалы суығаннан кейін кесіп, қаламызша кесіп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болады. Біздің отбасымызбен өте қатты жақсы көреді. Әсіресе анамның ең сүйікті пирогтарының бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Бәліш өте жұмсақ, өте керемет болып шығады. Және де шыққан нәтижемен комментарияға бөлісіп қойды ұмытпаңыздар. Және менің каналымнан басқа да қызықты рецептерді таба аласыздар. Каналға жазылып, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.